Абу Абдулла Мухаммад ибн Ахмад аль-Қусри риуаят етеді. Стамбулда бір әмірші қайтыс болып, олар оған қабір қазып, мәйітті қабірге қоюға тырысқанда, олар не кездестіргенін білесіз бе? Қабірде оны күтіп тұрған қара жыланды. Әрине олар қорқып кетті. Өлікті бұл жерге қойғылары келмеді. Сөйтіп олар басқа қабір қазуға кірісті. Екінші қабірді қазып, мәйітті сонда қоюға тырысқанда, олар тағы да сол қара жыланды кездестірді. Сосын үшінші бетті қазуға кірісіп, үшінші бетті қазып, мәйітті сол жерге қоймақшы болған кезде, кенет осы қабірдің ішінен тағы сол қара жыланды кездестіреді. Сол күні қанша бет қазылды? 4 ма, 5 ма, 6 ма? Мүмкін 10 шығар, мүмкін 20, 30 қабір. Риуаятта айтылуынша, бір сол күні бірнеше адам 30 қабір қазған. Қабір қазып, мәйітті сол жерге қоюға әрекеттенген сайын, ол жерде жасырынып жатқан қара жыланды көреді. Қайда қашқыңыз келсе де, қай жерде болсаңыз да, өлім сізге жетеді. Сонда қайда барасыз? Қайда болсаңыз да, күшті бекіністерде болсаңыз да, сізді өлім табады. Одан қашып құтыла алмайсыз. Бір күн сен де өлесің және қабірге қойыласың. Сол күні қанша қабір қазса да сол жылан шыға бергеннен кейін не жасау керектігі туралы имамнан ақыл сұрапты. Сонда имам оларға: сол қабірге көміңдер, қалғанын Аллахқа тапсырыңдар депті. Сонда олар оны сол жерге көміпті. Расында өлім хақ, қабір азабы хақ, адамдардың дұрыс емес жолға кірулері және сол істі жалғастыруларына себеп өлімді естен шығаруы. Өлімді ойламаған адам кез келген күнәні ойланбастан істей беруі мүмкін. Егерде әрбір адам бір күн келіп өлетінін, топыраққа қаралуын, құрттарға жем болатынын, мүнкәр нәкер сұрақтарына тұтылатынын, қияметте қайта тірілуін, жәннат немесе тозаққа кіруін ойлап жүрсе, өлімді есіне алатын және оған дайындық көретін болса, Абу Хурайра радиаллаху анхудан риуаят қылынады. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ләззаттарды жоюшы өлімді көбірек еске алыңдар деген. Тирмизи және Насаи риуаят еткен. Өлім себепті күнә істеуіне себеп болатын ләззаттар жойылады, жоққа шығады. Адам өлімді есіне алғанда ләззаттар жоғалады, дүние емес ақыретті ойлап қалады. Жаман істерден қайтып, жақсы істерді жасауға өтеді. Өлімді ойлаған, өлгеннен кейін бұл дүниеде істеген әрбір ісі үшін жауап беретінін ойлаған адам Аллахтың айтқанын жасап, қайтарғаннан қайтып өмір сүруге әрекет жасайды. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисте сіз және біз үмметтеріне ескертіп, өлімді көп еске алуға бұйырды. Осы хадисқа бойсынып, кім болсақ та бір күн өлімізді естен шығармайық. Бұл дүниеде жасаған әрбір ісіміз үшін жауап беруімізді де ұмытпайық. Усман радиаллаху анху қанша қабір басына келсе жылайтын, жылағаннан сақалдарынан болатын еді. Оған: жәннат пен тозақты есіңе алдың ба, жылама, соған жылайсың ба дейілді. Сонда ол Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам: әрине қабір ақырет мекенінің алғашқысы. Кім қабір азабынан құтылса, одан кейінгілері бұдан оңай. Егер кім одан құтылмаса, одан кейінгілері одан қорқынышты деген. Және Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам: қанша сұмдық жер көрген болсам, қабір барлығының сұмдық деп айтқан. Тирмизи риуаятында Хазіреті Усман радиаллаху анху ақыреттің соңғы мекені жәннат немесе дозақты ойлап емес, мүмкін ақыреттің бірінші мекені болған қабірді ойлап жылаған екен. Ақырет сапары бірнеше мекеннен тұрады. Осы мекендердің біріншісі және ең маңыздысы қабір. Себебі қабірде ісі оңай болған кісінің ісі басқа мекендерде тағы да оңай бола бермек. Егер Аллах көрсетпесін, адам қабірде сұмдыққа кездессе, басқа мекендерде одан да қатты сұмдыққа кездеседі. Иә, қабір ең қорқынышты, ең сұмдық жер. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам көп сұмдық жерлерді көрген. Солардан тозақты да көрген. Айтуларынша ешбір жер қабір сияқты қорқынышты және сұмдық емес. Бұны білген, түсініп жеткен адам қанша жыласа арзиды. Жылап-жылап, қабір қорқынышы және сұмдығынан құтылуы, бұл дүниені Аллахтың разылығын алуға, оның діні исламға қатты берілетін болады. Аллах бізді қабір азабынан сақтасын. Амин.